Ерекше дәмді тамақ жасаймыз. Бисмилля деп бастаймыз. 300 грамм фаршқа түркіден өткізілген жуа қосамыз. 3-4 тілім нанның жұмсақ жерін бөліп алып, майдалап бір ыдысқа жинаймыз. Үстіне сүт қосып, сүт сіңгенше жақсылап араластырамыз. Дайын болған нанды фаршқа қосып, тұз бұрышымызды сеуіп араластырамыз. Бөлек ыдысқа 2 жұмыртқа, 100 мг сүт және туралған көк жуа үшеуін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Духовкамызды қосып қойып, ең соңғы этапты бастаймыз. Кесенің ішін сары маймен майлап қоямыз. Менде май жоқ, қаймақпен майлай бердім. Фаршты 1/6 бөлікке бөліп, кесенің ішінде фаршты біркелкі етіп жайып шығамыз. Бетіне түркіден өткізілген сырды, алдын ала кесілген 1 тілім помидорды қойып шығамыз. Жұмыртқа аралас сүтті құйып, 45-50 минутқа 190-200 градусқа пісіреміз. Кеседе ет піскенше рассыпчатый күріш дайындап қойыңыздар. Дайындалу жолы каналымда бар. Кеседегі ет бірінші дайындағаннан керемет болып шықты. Кесе сынған жоқ. Жанына көкөністер қойып, бетіне көк жуа сепсеңіз тамаша болады. Огурцы помидордың орнына тәтті бұрыш, брокколи немесе кукуруза қоюға болады. Гарнирға күріштің орнына картофельное пюре, гречка, вермишель, перловка қойсаңыз болады. Картофельное пюрені дәмді қылып жасағыңыз келсе, рецептін менің каналымнан таба аласыз. Астарыңыз дәмді болсын.